Қазақ халқы қанша нәубетті, ашаршылықты, қуғын-сүргінді, бопсалауды, сынауды көрсе де жасымаған халық. Бүгінде әрбір қиыншылықты Алланың сынағы деп қасқайып қарсы тұратын қайсар да қайратты ұлттың ұрпағы өз өмірінен түңіліп, болашағынан үміт үзіп өз-өзіне қол жұмсауының түп себебі неде? Бүгінгі студиямызға жиналған мамандармен бірге осы сауалдың жауабын бірге іздейміз. Арма қымбат телекөрермен, арнада жастар және ток-шоуы. Бүгін біздің студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақтаева Гүлмира Қуанышбекқызы облыстық психикалық денсаулық орталығының психолог маманы, және де Молдабекова Аида Ерланқызы, Қызылорда жоғары медициналық колледжінің психолог маманы. Ал менің оң жақ бетімде Қасымханова Нұрай Ренатқызы, Қызылорда жоғары медициналық колледжінің студенті, Әзіретәлі Ерболатұлы, Қызылорда жоғары медициналық колледжінің студенті. Студиямызға қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай? Қош көрдік, тамаша. Олай болса, осылай керемет тамаша көңіл-күймен сұхбатымызды, ток-шоуымызды бастайық. Алғашқы сауалымыз, енді өздеріңіз білетіндей, бүгінгі бағдарламаның басты тақырыбы өз-өзіне қол жұмсау, яғни суицид мәселесін талқылағалы тұрмыз. Алғашқы сауалым, жалпы азаматтардың өз-өзіне қол жұмсауына не себеп? Мен жауап бере кетейін. Яғни бірінші жастар, көбінесе бұл жастардың арасында жүретін нәрсе. Жастарға бірінші, яғни жасөспірімдерге бірінші жауапсыз махаббат, біріншісі ең өзектісі, екіншісі ерегісу, өзін жаңағы көрсеткісі келеді, өзінің бар екендігін, осы өмірде бар екендігін көрсету. Бұл неден туындайды? Бірінші ол өзіне көңіл аударту, ата-анасынан, болмаса өзінің ортасынан болсын, арғай өзіне деген сенімсіздік, осы факторлар басты факторлар деп есептеймін. Жасөспірім, жеткіншек балдардың осы себептер. Сосын айта кететін, қазіргі кезде жастардың көбісі әлеуметтік желі, одан қалды ойындар, әртүрлі құмар ойындарына құмартып бара жатыр жастарымыз. Міне осы оған құмартқан бала жаңағы қарызға кіріп жатады, соны шешу мақсатында шеше алмай жатады. Міне осы факторлар әсер етеді деп ойлаймын. Гүлмира Қуанышбекқызы, сіз қандай ойдасыз? Не себеп болуы мүмкін? Рахмет, орынды сұрақ. Енді бұл суицид сөзінің түп төркініне келетін болсақ, бұл ауру ма, бұл ауру емес па деген бірінші сұрақты шешіп алуымыз керек. Енді зерттеулерге, соңғы кездегі статистикаларға қарайтын болсақ, бұл суицидтің көп жағдайда бұл адамның күйзеліс жағдайына түскен кезінде болатын жағдай деп шығарып отыр. Ал күйзелістің өзі не? Ол ауру ма, ауру емес па дегенге тағы келетін болсақ, бұл күйзеліс әрине бұл адамның науқастанған кезі, адамның үлкен стресстік жағдайға ұшыраған кезі, оның психикасының шаршаған кезі. Осы ретке қараған кезде бұл суицидті көп мамандар бұл тіптен ауру деп те есептейді. Енді бұл суицид не себепті болады? Не себептен бұған жасөспірімдер барып жатыр? Әрине, жаңа біздің қасымдағы әріптесім айтып кеткендей, ең басты 3 фактор бар бұған әсер ететін. Ол психологиялық фактор біріншіден, екіншіден медициналық фактор, және үшіншіден әлеуметтік фактор. Осы 3 әсерінен фактордың көп жағдайда біздің жасөспірімдер болсын, одан да үлкен кісілеріміз болсын, қазір олар да кездесіп жатыр біздің арамызда. Осы факторлардың әсерінен осындай күйге душар болып жатыр. Оның не себепті барды дегенге сұрақ алу үшін, жауап алу үшін осы сұраққа, осы болған жағдайды осы 3 фактормен зерттей отырып түбегейлі, оның не себепті бұған баруына себеп болды, соны анықтап алуға болады. Түсінікті. Енді бұл жерде тағы бір сұрақ, жаңа айтып жатырсыз ғой, ауру я ауру емес дегенді анықтап алуымыз керек деп жатырсыз. Түсіндік. Енді ол кісі өзінің сондай бір стресстік күйге түскенін білмейді ғой, оның жақындары білет деген секілді. Ал енді ондай адамдар қаншалықты психологқа жүгінеді? Жалпы бізде психологқа жүгіну деген бір көз қарасқа бір басқаша қарайды, бір ауру ретінде, немесе мен жынды емеспін деген секілді бір түп қалыптасып қойған сондай. Енді жалпы ондай адамдар қаншалықты психологқа барады?
Жалпы жақындары апара ма сіздерге? Қазіргі таңда, қазіргі соңғы 3-4 жылдың көлемі деп айтуға болады, психологқа келу мамандарға бұл халық арасында жиіледі. Олар психолог маманның кім екенін, оның қаншалықты біздің қоғамға керек екенін олар қазір біледі. Бұның алдында әрине өзіңіз айтып отқандай сөзіңіздің жаны бар. Психолог деген маманға барса, яғни ол адамды бір үлкен ауруға ұшыраған адам деп есептеп, оларда қорқыныш болатын кішкене. Қазіргі таңда біздің психикалық денсаулық орталығы қазіргі таңда қаланың ішіндегі 4 емханаға психиатр және психолог маманын арнайы штатпен отырғызып қойып жатыр, апарып. Бұрын бұл мамандар тек осы психикалық денсаулық орталығының ішінде ғана болатын. Яғни сол маманды іздеген адамдар қай жаққа келеді? Ол сол орталыққа келу керек. Қазіргі таңда осы мамандардың халыққа керек екенін түсінгеннен кейін оларды халыққа жақындату мақсатында емханаларға отырғызып қойды. Қазіргі таңда психологқа келеді. Қазір халықтың көзі ашық, қазір біздің жастарымыздың көзі ашық. Олардың барлығы ақпараттанған, қандай қазіргі шығып жатқан жақсы маман бар, қандай жағдайға адам келсе, ол жағдайда оған кім көмектеседі дегенмен бұл кісілерде шамалы болса түсінік бар. Олар соған қарай отыра психолог мамандарына қазіргі таңда келіп жатыр. Келіп жатыр. Сіздер психологқа барып көрдіңіздер ме? Өз басыма жауап бере кетсем, мен ондай жағдайға душар болмаппын. Қандай жағдайға душар болдың? Яғни осы депрессия, стресстік жағдайға. Психолог кім айтты? Тек қана депрессия, стрессте көмектеседі деп. Енді қазіргі таңда менің өз ойым сондай. Бірақ өз басым психолог ешқандай маманға барып көрмеппін. Жаңаға мен де сұраққа қоса кетсем, қазіргі таңда осы статистика бойынша 70 жастан асқан және 15 жастан 15 пен 30 жас аралығындағы адамдарда, яғни не бол осы жаңағыдай өз-өзіне қол жұмсау көбейіп бара жатыр дейді. Неге мен осы 70 жастан асқан қарт кісілерге неге ондай нәрсе? Яғни ол кісілерде қазіргі таңда білесіздер, ата-анасы, то есть балалары, яғни ата-анасын қарттар үйіне өткізу салдары, немесе ата-анасына енді көбінесе қазіргі таңда білесіздер, үлкен кісілер аурушаң кісілер болып келеді. Яғни сол кісілердің ауруына, яғни ары қарай көмек бермей балалары бас тартып жатқан жағдайларда осындай жағдайлар туындап жатыр. Енді 15 пен 30 жастағы жас адамдар, яғни жас өспірімдер айта кетсем, менің ойымша қазіргі таңда апайларымыздың сөзіне қосыламын, депрессия, стресс көп әсер етіп жатыр. Содан кейін, яғни осы қазіргі таңда 13 пен 19 жастың аралығындағы балаларды көбінесе буллинг салдары. Осы ең басты мәселе қазіргі таңдағы. Осы мәселені ең бірінші шешсек, біздің осы суицидке деген статистика саны азаяр ма деген ойдамын. Түсінікті. Мен де Әзірет Әлінің сөзіне қосыламын. Қазіргі таңда менде ондай нәрсе, яғни бір психологқа жүгінетіндей бір қалыпта болған емес екен. Өйткені менің өзім үйдегі анам, яғни өзімнің анам, өзі педагог. Педагогтар әрине баламен жұмыс жасайтын болғаннан кейін психолог былайынша айтқанда. Бізбен ата-анамыз жақсы қарым-қатынаста, ашық сөйлесеміз, бізде ешқандай бір жасырып қалу, немесе өтірік айту, проблема дегендер мүлде болмайды. Менің мысалы айтқым келгені осы жастар арасында көбінесе, жасөспірімдер арасында да болатын осы суицид жағдайлары көбінесе ата-анамен де алшақтап, арақатынасты үзіп алудан да болып жатады деп айтқым келеді. Себебін анықтадық, барлығымыз отырып, себебін анықтадық. Енді мәселен сол өз-өзіне қол жұмсауға оқталды, бір азамат. Бірақ ол әрекетке бармады. Енді оған қандай көмек көрсетеміз? Не істеуге болады ондай жандарға? Енді ондай жандар бірең сараң деп бұрын айтатын едік, қазір енді оннан бір үшеуі деп айтуға келеді, статистика соған алып келіп тұр. Енді ондай адамдарға қалай көмектесеміз? Психолог қалай көмектесу керек? Қандай кеңес бересіздер? Енді ең бірінші ол адаммен сөйлесу, кеңес береміз, себебін анықтау, сосын ең басты нәрсе семья жағдайынан, әлеуметтік жағдайдан, ол кім екендігін қарайтын болсақ, ол жеткіншек болса, оны мектеп болсын, колледж болсын тарапынан қолдау көрсету.
ең басты нәрсе қолдау көрсету керек ол балаға. Сосын қоғамдық жұмыстарға тарту, үйірмелерге тарту, қандай неге қызығады ол бала, соны анықтап, сол қызығушылығына қарай, соған қарай көмектесіп, соған бейімдету деп есептеймін. Енді қазір сіздер біріңіз колледжде, біріңіз облыстық психикалық денсаулық орталығында жұмыс жасайсыздар, иә? Екеуіңіз де психолог мамансыздар. Қазір енді өздеріңіздің осы жұмыс жасап жатқан орындарыңызда дәл осындай ситуациялардың алдын алу үшін біріңіз студенттермен, біріңіз енді науқастанған кісілермен жұмыс жасайсыздар ғой. Қандай жұмыстар жүргізіледі мекеме тарапынан? Бізде колледжде біз өзіміздің ішкі жоспар құрамыз. Сол жоспар бойынша диагностикалық жұмыстар жүргіземіз. Оның ішіне жаңағы әртүрлі сауалнамалар, әртүрлі тренингтер, түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Біз әрқашанда қалалық білім бөлімі, жастар денсаулық орталығы, жастар ресурсты орталығы, жастар облыстық денсаулық сақтау орталықтарымен тығыз байланыстамыз. Олар міндетті түрде бізге келіп өздерінің студенттерге түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Бұның барлығы балаға жақсы әсер етеді. Одан біз тағы да өзіміздің тарапымыздан колледждің тарапынан жаңағы топ жетекшілері тәрбие сағаттарын жүргізеді. Үйірме жұмыстары бар. Осылардың барлықтары балаға жақсы бірігіп жұмыс жасаса, балаға жақсы әсер етеді деген ойдамын. Апайымыздың сөзіне мен де тұзық ете кетейін. Мен де енді осы медицина колледжінің студенті болғаннан кейін, бізде көптеген үйірмелер бар, көптеген ұйымдар бар, студенттерден құралған, студенттер қозғалыстарының. Және жастар орталықтарынан бізде арнайы психолог мамандар осы біздің психолог апайларымызбен бірге бірлесіп, шара ұйымдастырып, тіпті жатақханаға барып тренингтер өткізеді. Жаңаша форматта. Енді мен қазір жатақханаға жатпайтын болғанмын, бірақ көзбен көргенім. Әртүрлі бірінші ойындар ойнатып, баланың назарын өздерінде аудартып, одан кейін әрі қарай осы студенттік шақтың қандай тәтті екенін бізге түсіндіріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Және бізде де осы студенттер қозғалысы бар деп айттық қой. Қасында тұрған Әзіретәлі де өзі Global дебат ұйымының жетекшісі, мен де Қазақстан студенттер альянсының жетекшісімін. Бізде осы жастар саясатының аясында көптеген іс-шаралар жүргіземіз. Апайымыз айтқандай, жастарды біз суицид жағдайы, жастардың өзінің ортасының болмауы, жалғызсырауы, бөтенсіп қалуы деген сияқты мәселелерден тұрса, біз сол жастарды өзімізге қарай тартып, орта қалыптастырып, оларды жаңа таныстыққа үйретіп, өзін ортада ашық сөйлеуге үйретіп қана қоймай, сол студенттік шақпен күшті бір естеліктер қалдырамыз деп айтсақ болады. Енді осы жерде тағы бір мәселе бар. Мәселен, жаңа айтып жатыр ғой, Аида ханым түсіндіреміз деп жатыр. Бірақ қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Тек қана түсіндіріп кеткен қазіргі интернет заманы дамып кеткен уақытта тек түсіндірген дұрыс па? Жоқ, тек түсіндірме жұмыстарын жүргізу, тренинг жүргізу. Барлық бала бірдей емес, барлық бала бірдей белсенді емес. Қазір белсенді студенттер келіп тұр, бұл ток-шоуға. Жалпы дұрыс, біз қолдаймыз. Бірақ бір мәселен топ дейге, топта 10 бала десе, оның 8-і белсенді болу мүмкін, сіз айтқанға еру мүмкін, ал қалған екеуін не істейміз? Мысал үшін тренинг жүргіземіз. Тренинг ол жай ғана келіп жүргізу емес, ол бір мақсатқа жету. Өзінің тақырыбы болады. Сол тренинг жүргізу барысында өзі анықталады сол неден. Қай бала шеттетілген, қай бала тұйық, қай бала сол ортаға әлі бейімделмей жатыр. Міне, сол тренинг аяқталғаннан кейін, соның нәтижесіне жету үшін біз ол баланы сұхбатқа шақырамыз. Яғни жеке сұхбат жүргіземіз. Сосын арғарай оның ол бала арғарай сырттай бақыланады. Ол топ жетекші тарапынан бақыланады. Ол тәрбие бөлімі арқылы бақыланады. Және оқу бөлімі де тарапынан бақылауда болады. Сосын біз ол балаға топқа араласу үшін, өзін ашу үшін біз тапсырмалар береміз. Өзі жеке жұмыс жасайтын, болмаса қасына 2-3 баланы қосып, арғарай өзінің не қажет етеді, соны ашып, арғарай дамытушы осындай жұмыстар тапсырамыз. Бала соған қарай уже маған жауапкершілікті қабылдайды да,
маған осындай жауапкершілік беріп жатыр. Мен осы өмірге керек екенмін, мені елейді екен деген сияқты көзқарас болады деген ойдамын. Енді қазір 1 жыл дедіңіз ғой, енді қазіргі оқу орнында жұмыс жүргізіп жатқаныңызға. Сіздің статистикаңызда, сіздің мәліметіңізше колледжде қанша бала бар? Сондай мінез құлқы жұмыс жасауы керек психологпен. Енді біз сентябрьден, яғни қыркүйек айынан бері қарай жұмыс жасап келе жатқанда біраз іс-шаралар өттік, сауалнамалар алынды, тренингтер өткізілдік. Солардың барлығы нәтижесіне жете келе біздің колледжде 100 шақты бала бар. Біздің өзіміздің жеке бақылауымызда. Олардың күнделікті сабаққа келуі, топ жетекші тарапынан, кейбір оқушыларға сол бақылау тобында екендігін мұғалімдерге айтпаймыз. Өзіміз жеке зерттейміз. Солай бірінші жартыжылдықтың аясынан сондай бала шықса, екінші жартыжылдықта біз қайтадан ол баламен тағы да жұмыс жасай бастаймыз. Мүмкін ол уақытта ол колледжге бірінші келген оқушы ол бейімделмей жатқан шығар. Соның барлығын зерттей келе, екінші жартыжылдықта тағы да зерттеу барысында ол бала жақсы болып кетуі мүмкін, ашылуы мүмкін, қарым-қатынасы жақсы болуы мүмкін, достар табуы мүмкін, семья жағдайда жақсы болуы мүмкін. Сосын ары қарай ол уже топтан шығарып тастаймыз. Негізінде жаңағыдай. Қазір енді осы жерде эксперимент жүргізейік. Екі қазір студент келіп тұр ғой, біз арнайы қалам, қағаз берейік. Оған дейін мен сіздерге бөлек сұрақтар қоямын. Сол сұрақтар төңірегінде сіздермен сұхбат жүргізейік. Ал қазір Нұрай мен Әзіретәлін қандай сурет саламыз, соған қатысты сіздердің пікірлеріңіз. Бұл студенттер, белсенді студенттер өзі қандай ойда деген бұл жерде сұрақ болайын деп тұр. Енді балаларға қазір ораламыз қайтадан, болсын оған дейін. Енді қазір үлкен кісілер жастардан гөрі үлкен кісілердің де осы ақыл тоқтатқан азаматтардың да өз-өзіне қол жұмсапты деген ақпаратты жиі естиміз. Бұған біздің көзіміз көріп, құлағымыз үйреніп те қалды. Қазір таңғалмаймыз. Енді ол кісілердің де жаңа айтып өтті Гүлмира Қуанышбекқызы, стресстерін шығарылмауы оған себеп деп. Ал енді сіз жұмыс жасайтын орталықта жалпы өзіңіз көмек көрсетіп жатқан қазіргі азаматтарда қандай проблемалар бар осы тұрғыда? Енді статистикаға келетін болсақ, жарайды, статистиканы алмай-ақ қояйық, бірақ денсаулық орталығы бойынша біздің науқастардан бұндай әрекетке бару ол 1% болуы мүмкін. Олардың өзінің науқасы бар. Ал бұл жерде суицидке баратын көп кісілер ол ақыл есі түзу сақталған кісілер. Ақыл есі, біз өзіңіз білетін шығарсыз, енді біздің орталық ол көп жағдайда біздегі диагноздар ол ақыл ойының кемдігі, ол жаңа шизофрения. Оны білеміз. Ал енді менің бұлай өзімнің енді маман ретіндегі тәжірибемнен сұрайтын болсаңыз, өздеріңіз білесіздер, біздің Қызылорда облысында осы суицидтің алдын алуда арнайы жоба өткізілді кезінде үлкен. Оған білім басқармасы, денсаулық басқармасы барлығы атсалысып жұмыс жасады. Оның нәтижесі сол кезде көрсетілді барлығы. Сол кездің өзінде біз сол алдыңғы шепте жұмыс істеген мамандардың біріміз. Сол кезде сол топта. Енді қазіргі кезде қарап отырсақ, жаңа өзіңіз айтқандай, үлкен кісілердің арасында да бұл жағдай орын алуда, өкінішке орай. Енді мен басында айтып өттім, бұл жайдан жай болмайды. Бұл жаңағы мен жоғарыда айтып өткен 3 фактордың әсерінен болады. Ол да дәл қазір сол факторға ұшырады да, дәл сол моментте суицид болу деген ол тоже шамалы келісіңкіремеймін, өйткені ол көптеп бір жиналған, сол кезден бір келе жатқан бір мәселелердің жиынтығынан келіп, бұл бұрқ еткен бір сондай жағдай. Сол себепті бір сәттегі эмоцияның шығуы болып тұр ғой. Енді үлкен кісілерде енді өзіңіз қараңыз, айтады ғой, адамдарда ол әртүрлі өтпелі кезеңдер болады дейді. Біреуі жаңағы, мысалы үшін 3 жастағы балаларда кризис дейміз, мысалы үшін ол да бар, балдардың мен деген қалыптасатын кішкентай баланың өзім дейтін
3 жаста кризис болады. Сол сияқты енді онан кейін келіп жеткіншек шақта бізде болады кризис подростковый возрастта. Ол кезде де менің айтқаным бола қоймады дейтін балдардың кішкене, мені естімедің ғой, менің жан дүниемді көрмедің ғой деген осындай бір өздерінің эмоциясының бір көрінісі болады. Ал енді қараңыз, үлкейген шақтан кейін адам өзінің жұмысын жасап, өзінің зейнеткерлік жасына шыққаннан кейін балдары өсті, әр баласы жеке-жеке үй болып кетті, өздері қасындағы кемпірмен бөлек қалады. Баяғы қоғамда белсеніп жұмыс істеп жүрген кісілеріміз зейнеткерлік жасқа шыққаннан кейін үйде отыруға тура келеді. Өйткені оның орнына жастар келіп жатыр жұмысқа. Баяғы қарбаласып, бір-бірімен араласып жатқан орта жоқ. Ол қазір үйде. Ол кісі үйде болғаннан кейін ол өзінің үлкен кісілері, өзі шамалас кісілермен араласқанмен бұрынғы қайнап жатқан ортадан мынандай үйге отыру, ол тағы да бір өтпелі кезеңге әкеледі адамның. Жалпына психикалық барлық жан дүниесіне оған сондай бір үйренем дегенше осы үйде отырғанға да ол бір кішкене өтпелі кезең болып келеді. Дәл осы уақыттарда жаңағы мен айтып өткен 3 фактордан тағы да көріністер беретін болса, ол не? Бірінші жаңағы әлеуметтік фактор деген, ол не? Ол ортасы, яғни ол оның жан жағындағы баласы, оның бұрынғы араласқан достары. Егер де ол кісі үйге зейнеткерлікке шыққанмен, оның достары ол кісімен жиі қарым-қатынаста болып тұрса, оның үйіндегі балдары басқа қалада тұрғанмен, онымен әрдайым қарым-қатынаста болып, ол кісінің жағдайын біліп, ол кісімен ақылдасып әлде ол кісінің бар екенін, оның керек екенін білдіріп тұрса, міне осы жақтан бір фактор жұмыс істеп тұрса, ол да ол кісіге үлкен қолдау. Екінші медициналық фактор дедім, биологиялық фактор, яғни ол кісілерде қандай да бір созылмалы аурулар әртүрлі енді болады ғой, жас үлкейген сайын организм шамалы кішкене бізде ол қартаяды, организмде иммунитет түсе бастайды. Сол кездерде бізде әртүрлі ауруларда шыға бастайды. Сол ауруларды дер кезінде емдеп, оны да мысалы үшін жан-жақты қолдаумен балалары тарапынан, медицина тарапынан ондай жағдайлар болып тұрса. Үшінші ол психологиялық фактор, яғни үйдің ішінде де бізде үлкейген кезде әжелеріміз көп жағдайда немереге қарай бөлініп кетеді. Ана немерені қарау керек, келін мен бала жұмысқа барсын. Мына немерені барып мектептен алу керек, келін мен бала жұмыста. Ал біздің атамыз үйде жалғызсырап қала береді. Осы кезде өзінің пәлен жыл өмір сүріп келатқан қасындағы жарынан да кішкене внимание аздау болады. Көрдіңіз ба? Осының барлығы соның өзі үлкен кісілерді кішкене күйзеліс жағдайына әкелуі мүмкін. Оған жаңаға мен айтып өткен факторларда аздау внимание болып, о жақтан да сондай болмаса, осының барлығы да адамды кішкене ойсыратып жібереді. Менің өзімнің былай бір көргенім болды, осындай бір жағдай, үлкен кісілік қайтыс болған. Оны барып арнайы бізде мобильді топ дейміз, жедел топ. Не себеп болды? Анықтау керек. Ол кезде біз жақындарынан сұрастырамыз. Біз міндетті түрде емханасынан ол кісінің медициналық карточкасын алдыртамыз. Ол кісі қай кезде жұмыстан шығып кетті, қай кезде зейнеткерлікке кетті, оған дейін кім болып істеген, ол кісінің қандай атақтары бар. Әрбір нәрсе бұл жерде важны. Соның барлығын алып, соның жан-жақты факторлармен қарап отқан кезде онан ашып отырып, еще үйіндегі жақынымен сөйлесіп отырып, бәрін зерттеп, бәрін келіп шешіп шығарғанда, кейде соңынан әдемі не себепті осындай жағдайға барғанының себебі анық түрде көрініп жатыр. Бізде осындай жағдайлар кездесті. Сіз айтып отқан жағдай қазір әрбір қазақ отбасында қайталанып жатыр. Өйткені бала шағаның қамы деп ата-ана жұмысқа кетеді, баланы әжесі бағады, атасы телевизор көреді. Телевизор болмаса газет оқиды, көзі көрмесе газет те оқымайды. Сонымен сіз секілді жалғыз өзі жаймен қала береді. Бұл тиісінше жаңағыдай бір факторларға әсер етеді, түсінікті. Енді қазір суретті болдыңыздар ма? Олай болса, кәні бере қойыңыздар маған. Сіздерге берейін. Қалам керек болады ма сізге? Ал
Сіздер әзірге суретті көріп, бір тұжырымға келгенше біз Нұраймен, Әзіретәлімен сұхбат құра тұрайық. Жалпы қазіргі таңда сіздер жаңа айтып жатырсыздар ғой, бір қоғамдық жұмыстарға араласасыздар, белсенді түрде жүргізесіздер, жұмыс жасайсыздар, жастармен араласасыздар. Жалпы жастардың осындай бір өзінің ортасын таппауына, өз-өзіне қол жұмсауына, өз-өзіне қол жұмсау демейікші, бәлкім жалғыз қалуына, өз ортасын таппау, дос таппауға не себеп? Ал бұған енді түрлі әсер болуы мүмкін. Қазір ғаламтор дамыған, мүмкін ата-анасының тәрбиесі, мүмкін ата-анасының психолог мамандар айтқандай, немесе өзіміздің көзіміз көріп жүргендей күнделікті өмірде оларға бір ата-аналық жылудың жетпеуі, сондай бір әсер болуы мүмкін. Ал енді сіздерде жастардың ортасына барғанда жастармен араласа алмауға, өз ортасын таппауға, дос таппауға не себеп болады? Мен айта кетейін, бұл жерде сұрағыңыз өте орында. Бұнда баланың ең бірінші бұл басталатын кезеңі, бұл балабақша кезең басталады. Осы қоғамдық ортаға деген бейімделуі. Және сол кезден ары қарай уже мектепте ең күрделі кезең бұл жерде мектеп. Мектепте бала ашық, өзінің ойын бүлдіртпей, өзінің ойын нақты айта алатындай кезеңге жететін бала болу қажет. Мен өзімді айта кететін болсам, мен осы 6-шы сыныпқа дейін мен өзім тұйық бала болғам. Қоғамдық ортаға ешқандай араласпағам. Ешқандай достарым жоқ демеймін, бірақ кейбір белгілі бір достарым ғана бар. Жалпы қазіргіндей барлық, мысалы Қызылорда медициналық жоғары колледждің барлық студенттері. 6-шы сыныпқа дейін араласпауға не себеп болды сізге? Не әсер етті? 6-шы сыныптан кейін белсенді болып кетуге? Бұл жағдай мен мектептегі мұғалімдерім көмектесті бұл жағдайға. Өте керемет көмектесті, сол кісілерге алғысым шексіз. Енді ол жағдайды ойлаймын. Өйткені дәл сіз айтып тұрған жаңағы бір тәжірибенің өзіңіздің басыңыздан өткен айтып тұрсыз. Оның өзі қазір сол қайталанып жатыр. Бір балалар болады, мүлдем ешкімді қаламайды. Өзімен өзі өзінің ғаламшарында қалатын. Енді дәл қазір ондай да балалар бар ғой. Олармен қалай жұмыс жасаймыз сонда? Енді мектепте олар әр кезде сол бір тыныш баланың күйінде, тыныш оқушы, тып-тыныш тәртіпті оқушының сондай бір қалыптастырады образын. Менің ойымша қазір мектепте деп айтып жатыр ғой, енді қазіргі таңда педагогика жағында мен өзім анам мұғалім болғаннан кейін естіп жатам, біліп жатам, көңілді үзіліс деген бір жаңа серпіліс пайда болған сияқты. Өздерінің арасында қоңыраудың кезінде баламен барлық балалардың басын қосады, ұйымшылдық мақсатын ұйымшылдықты қалыптастыру мақсатында көптеген ойнатады, бір командалық ойындар береді, тапсырмалар береді деген сияқты. Менің ойымша оның өзі бір мәселені шешудің бір жолы сияқты деп есептеймін өзім. Көріп естіп жүргеннен соны айтып жатырмын. Ал енді студенттер арасында келетін болсақ, жаңа сіз өзіңіз де айта кеттіңіз. Студенттер, жатақханада тұратын студенттер бар, ата-анасын сағыну мүмкін. Бірінші оқу семестрінде адаптация барлық студенттерде болады, өзімізде де болды. Ата-анасын сағынады, сабақ қиын деген сияқты. Бірақ сондай жағдайда біз алдыңғы жылы, мен өзім бірінші курс студенті болсам да, барлық студенттермен белсенді студенттердің ортасын қалыптастырып, жатақханаға барып, көңілді ойындар ойнап, көңілді кеш ұйымдастырып, әрине осы мұғалімдердің рұқсатымен белгілі бір уақытта сондай орта қалыптастырып, жатақханамен де, болмаса жастар орталықтарымен де көптеген іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Оны енді бір ресми тілде айтудың қажеті жоқ, жалпақ тілмен айтқан кезде де барлық студенттердің басын қосып, әдемі дүниелер жасап жатқан жайымыз бар. Әдемі дүниеге араласпайтын бала не істейміз деген сұрақ болып тұр ғой. Не істейміз болғанда, мысалы біз бір іс-шара жасаймыз. Караоке пати деп біз алдыңғы семестр жасадық. Сол кезде біз тек ұйым мүшелері ғана емес. Кім достарымен келіңдер, ананы шақырыңдар. Біз қазіргі әлеуметтік желіде история, статус дегендей болады ғой. Хабарландыру шығардық. Келіңіздер, бізбен бірге көңіл көтеріңіздер деген сияқты. Бос уақытта тиімді өткізейік, сабақтан кейін де жақсы дүниелер жасайық деген сияқты. Келді. Біраз көптеген студенттер келді. Біз қазір қалалық Қосылар жастар орталығында сол караоке патиді ұйымдастырған болатынбыз. Жастар келді, көңіл көтерді, артынша би болды. Барлықтары риза.
Және сол кезде бір-бірін танымайтын адамдар келеді да, жаңағыдай жастар келеді. Бір-бірімен танысады, ойын ойнайды, қызығушылықтар артады, бір-бірімен түсінігі сәйкес келетін жолдастар тауып, ары қарай орта қалыптасады. Дәл осылай. Түсінікті. Енді сіздер суретке қарап қандай тұжырымдама жасайсыздар? Нұрайдың суреті, иә, сізде? Нұрайдың суретінен мен көріп отырмын, Нұрай өзінің осы өмірде орнын нық тапқан қыз, өзінің Ал лидерлік. қандай сурет салды, көрсетіңізші? Міне. Қазір көрінеді ма? Бұл енді бізде қазір көрінбеуі мүмкін. Жақындан көрсетсек, үйді салған секілді, иә? Үй бар, өзі бар. Енді ары қарай айта беріңіз. Яғни бұл жерде өзінің орнын нық тапқан, лидерлік қасиеті бар. Алдағы болашақ мақсатына мақсат қойып, соған жету жолында еңбек етіп келе қыз ретінде сурет салынып отыр. Үйде жылулық бар, бір-біріне деген сыйластық, бір-біріне деген сенімділік деген сияқты. Осы нәрсе семьяда бар. Сосын суреттен тек қана айта кететін, Нұрайда шамалы уайым мен шамалы қорқыныш бар. Қорқыныш. Енді студияда тұрғасын қорқып тұрған шығар? Иә, мүмкін. Иә, мүмкін, иә, оны қазір қобалжып тұрған шығар. Иә, солай шығар. Әзіретәлінің суретіне қарап не айтасыз? Әзіретәлі де салып берді. Негізінде біз психологтарда жаңағы арнайы тапсырмамен салдыртамыз суретті. Менің отбасымды сал, болмаса өмірде жоқ жануарды сал деген сияқты. Мен жерде бұлар өздерінің қазір не салғысы келеді, сол фантазиясына сенді ғой енді. Фантазиясына сенді. Былайынша енді менің өзімнің клиникалық психолог ретінде қарайтын болсам, медицина саласының аса қорқынышты ештеңе жоқ. Біз бірінші соған қараймыз, бірақ дегенмен де Әзіретәлінің әлде де эмоционалдық тұрғыдан толық жетілмегендігі көрініп тұр. Бұл жерде айқын, сосын өзіне деген қанша қазір жақсы студенттердің арасында алғы шепте жүргенмен өзіне деген сенімсіздігі әлі де басым. Өйткені үйі ауада қалқып тұр әлі. Жерде нақ орналаспаған. Енді дәл осыған қарап сізді солай деп айтуға болмайды. Бұл дәл осы моменттегі ғана. Өйткені осыған қарап сіз өмір бақи осындай екенсіз деген жоқ, оны білесіздер ғой. Дәл осы кездегі сіздің қобалжуыңыз болуы мүмкін. Сізден әбден шимайлап тастапсыз. Қазіргі таңдағы ол қобалжуыңыз шығар сіздің деп есептеп тұрмын. Сосын кішкене қалай болады деген сіздің проблемаңыз шығар деп тұрмын, ше. Мына жерде мынаны проблема қып салып тұрсыз, әдемілеп тұрып. Күнді жарқыратып қойғанмен қасына бұлт та келіп тұрсыз. Бұл да қалай болады деген сіздің дәл қазіргі ойыңыз мүмкін. Ол да сіздің іштей өзіңізде кішкене сенімсіздігіңіз өзіңізге деген. Былайынша болашағың жарқын, өйткені мақсат сізде нақты бар сияқты. Өйткені бір суретке қарап оны точно айту тоже 100% ол болмайды. Құда қаласа армандаған мақсатыңызға жеттіңіз. Бірінші көлік міну екен сіздікі. Бірақ көлікті мақсат қылма деген келіп тұр. Одан да үлкен мақсаттар бар. Соны қойсаңыз тіптен жақсы болады деген. Ток-шоуға келдіңіз тегін. Жаңағы консультация алдыңыз ғой енді. Қазір енді қорқып тұрған шығар бәлкім. Ток-шоуда ғой енді. Қазір түрлі ситуациялық сұрақ қойып қойса, мен не істеймін деген бір ойында үлкен қобалжу, бір қорқыныш құбылысы болуы мүмкін. Енді сол үшін жарайды енді сізге қатты бір мән бермей ақ қояйық. Бірақ сіз оқу орнына барғаннан кейін сізбен айдаған жұмыс істейтін секілді ғой. 101-ші студент қылып. Енді бұл жерде тағы бұл неге сұрақты суретті салдырдым. Өйткені балалар енді жаңа психологиялық бір эмоционалды жай күйін өзіне көңіл аударту үшін айтып жатырмыз ғой, сондай бір эмоционалды түрде өзіне қол жұмсайды деп, сондай себептер болады деп. Жалпы ата-аналар ол балалардан қалай байқау мүмкін? Олар мәселен сурет салу мүмкін осылай, немесе басқа бір хобби болуы мүмкін, олар үнемі бір нәрсені жасауы мүмкін. Енді олар қалай біледі? Сіздер оны қалай ажырата аласыздар? Қалай ажыратуға болады? Ата-аналар қалай ажырата алады? Қазіргі таңда көп жағдайда ең өкінішті жағдай бұл жаңағы ата-ана мен баланың арасындағы әдемі сенімді көпірдің жоқтығы. Енді ол мен бәрі сондай деп айтпаймын.
ертең естіп отқан ата-аналар ренжіп қалмасын, бірақ көп жағдайда бізде ата-аналарымыз жұмыс басты. Ол рас. Ол бір атаның біреуі өзіміз осы жерде тұрған. Азаннан кешке дейін жұмыстамыз, рас. Бірақ дегенмен де бала бұл исламдық психология тұрғысынан айтатын болсақ, бұл Алла тағаланың бізге берген үлкен аманаты. Оны жақсы тәрбие беріп, оны өсіру, оны баптап үлкен өмірге жіберу, ол әрбір ата-ананың мойнындағы үлкен жауапкершілік. Осы жауапкершілігімізді біз ұмытпасақ екен. Бізде ата-аналар көп жағдайда былай ойлайды: мен баланы аш қылып жатқан жоқпын, тамағы дайын алдында, үстінде киімі бар, қолында соткасы бар, үйде ноутбугі бар. Мен жағдайын жасап тұрмын. Одан артық не керек? Одан артық не керек? Дұрыс айтасыз. Міне, ең үлкен қателік осы жерде жатыр. Баладағы сезімді ата-ана бірінші орынға қою керек. Баладағы жүректі ата-ана бірінші орынға қою керек. Өйткені бала дүниеге кешір етіп дүниеге келген кезде бала мына дүниенің жан жақтағы әртүрлі жарық светтермен қарсы алады, соның өзі балаға үлкен стресс болып шығады. Бұл енді сөйтіп оны анасының үстіне тастаған кезде анасы оны міндетті түрде құлап қалмасын деп алақанымен ұстайды. Ол аналардың бәрі біледі бұны. Сол кезде балада, сол кезде уже түйсік қалыптасады. Міне қорғаушым бар деген. Міне соны ата-ана әрі қарай ұстану керек. Яғни біздің баланың әрбір жай күйі, сол кезде бала жылағанын қоя қояды көп жағдайда. Өйткені бала уже өзіне қорғаушы бар екенін ол сезінді, оны ұстап тұрғанын. Міне осы сияқты біз балаға 18 жасқа келіп әрі қарай үлкен өмірге кеткенге дейін біз оның қасында үлкен әдемі қорғаншысы болуымыз керек. Сол екеуміздің ортамызда әдемі көпірді салып алуымыз керек. Бұл жерде біз баланы кейде махаббатты беріп, мейірімді төгіп, баланы өсіру керек деп айтып жатсақ, кейбір ата-аналар бізде ренжіп қалады. Біз қатты еркелетіп, оны шектен шығарып алуымыз мүмкін дейді. Еркелікпен баланы жақсы көріп, мейірімге толтыру екеуі екі бөлек нәрсе психологияда. Осыны шатастырмау керек. Енді біздің балаларымыз көп жағдайда ата-аналардың өзімен ашық сөйлеспегеннен, олардың эмоцияларын ашық түрде шығартқыздыра алмағаннан кейін соның салдарын көріп атады ата-аналар. Ол қалай? Яғни бала бізден кішкентай кезде келіп жылап бір нәрсені айтатса, біз айтамыз: жылама, неге жылайсың? Жыламай сұра. Ол уже балада түйсік қабылдасады. Яғни мен жыламауым керек. Бір нәрсені еп сұрайын деп атса, тұра тұр, мен қолым тимей жатыр, тамақ істеп жатырмын. Бала ойлайды: мен, значит, сұрамауым керек шығар. Көрдіңіз ба? Осылайша баланың түйсігінде жаймен ақпараттар кіріп орын ала береді. Бұның бәрі ертеңгі күні бала қандай да бір өмірінде өзі шеше алмайтын проблемаға сәйкес келген кезде ол сұрағысы келеді ата-анадан көмек. Онда бұрынғы түсіп қалған ақпараттар оған орысша айтқанда вспышка береді. Сигнал береді. Сигнал береді, дұрыс айтасыз. Яғни мен жыламауым керек еді ғой, мен сұрамауым керек еді ғой деген сияқты сөйтеді да бала не істейді? Мен үндемей өзім шешуге тырысып көрейін дейді. Ол шеше ала ма ол мұны? Енді қараңыз, осы жерден келеді да екеуінің арасында бір-біріне ашық түрде сөйлесе алмаушылықтың үлкен зияны осы жерден көрінеді. Ата-ана қалай біледі баласының дәл осындай жағдайға душар болып жатқан? Кейде жылап тұрып алдымызға келіп айтып жатады: мен ана қолын шешкен кезде мына қолының бәрін кесіп тастағанын көрдім ғой дейді. Сонда мен оның қашан болғанын білмеймін дейді. Білмеймін дейді. Бала демонстративті түрде қолдың барлығын кесіп тастаған. Ол өлгісі келіп тұрған жоқ. Ол демонстративті түрде жаймен бет жағын ғана кесіп тұр. Ол не деп тұр? Мен бармын ғой, маған кішкене назар салсаңызшы, маған көңіл бөлсеңізші деп өзіне шақыру жасап тұр. Шақыру жасап тұр. Осы моментте біз бірінші кезекте ата-аналар баламен ашық жарқын сөйлесуді, бала сабақтан келгенде 5 минуттық деген техника бар психологияда. Бала балабақшадан келсін, бала мектептен келсін, бала студент болып сабақтан келсін,
мүмкіндігінше ата-ана одан кейін үйге кірсе де, ата-ана бұрын үйге кірсе еще лучше. Баланың алдынан шығып, жұмысыңды таста, кешкі тамақ дайындап жатсың ба, қоя қой да, 2 минут сол тамақты кеш істегенде еш нәрсе өзгермейді. Баланың алдынан шығып, балам, келдің ба? Бүгін күнің қалай өтті? Жағдайың қалай? Кел, шешіне қой. Осы 3-4 сөздің өзі бала мен маманың арасында әдемі бір жақындықты қалыптастыра бастайды. А біздер не істейміз? Кухняда тамағымызды істеп тұра береміз. Бала жүгіріп келіп, мама бүгін мектепте мынау болды деп бастаса, шешін. Апар киіміңді, қолыңды жу. Сол моментте бала сізге келіп, өзінің қуанышын жеткізгісі келіп тұр. Бірінші қуанышты айтады бала. Сонда сіз қуанышын айтқызбай тұрғанда, сіз қалай ойлайсыз? Ертең күні ол өзіндегі болып жатқан жаман нәрсені айта ма сізге? Айтпайды. Ата-аналарға үлкен бір кеңесім, сөйлесіңіздер. Баланы жақындатыңыздар өздеріңізге. Суббота, воскресенье бола ма? Бір нәрсе қызыңызбен жақындайым десеңіз, ас үйде блинчик пісірсеңіз де, кішкене бір пирог пісірсеңіз де, қызыңызды қасыңызға алып тұрып, ол ананы жұмыртқаны илеп атса, сіз мынаяқтан ұнын салып тұрып, сіздің мына энергияңызды жақыннан сезіну керек бала. Сіздің энергияңыз балаға жақыннан алмасқан кезде, ол сізден ешқайда кетпейді алысқа. Ол сіздің айналаңызда сізбен бірге болады. Түсінікті. Бұл тақырыптың да сұрақтың да жауабын өте ашып берді деп ойлаймын. Студиямызға келіп, осылай сұхбат құрғандарыңызға, уақыт бөлгендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге көп-көп рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Жақсы күнде жолыққанша аман сау болыңыздар.